Сәлеметсіздер ме әріптестер? Биыл әлемдік деңгейдегі ойшыл қазақ руханиятының темірқазығы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толды. Үкімет қаулысымен 10 тамыз Абай жылы болып жарияланып, мемлекеттік мекемелерінің күн тізбесіне енгізілді. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Қазақ әдебиеті мен мәдениетіне зор үлес қосқан Абай бабамыздың өшпес мұралары ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Өздеріңізге белгілі төтенше жағдайға байланысты бұрынғыша кітапханаға оқырмандарды жинап кездесу өткізу мүмкін емес. Сондықтан мен нөмір 63 жалпы орта мектеп кітапханашысы Қойшыбаева Бақыт Тұрғанбайқызы мектеп ұстаздары арасында Абайды бірге оқиық деген атаумен Абай өлеңдерін жатқа оқып бейнебаян жолдау челленджін бастағалы отырмын. Абай Құнанбаев: әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта барқалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей байгалма. Өзіңді бармен көз құрып, артылам деме өзгеден, азап күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Мен эстафетаны мектебіміздің директоры Нәзия Әлихан қызына жолдаймын.